Неге біз өмір бойы бір нәрседен ұялып жүреміз? Бірінші сөйлеуге, ағылшын тілін үйреніп жүрсің, бірақ сөйлесуге, кез келген адаммен бизнес бастауға, блог жүргізуге, бір нәрсені сатуға, жаңа бір нәрсені бастауға өмір бойы ұялып жүреді екенбіз ғой. Мысалы, мен былай ойлаймын да, егер сен 80-90 жасқа келіп бүйтіп артыңа қарап, мен өмір бойы ұялып жүріппін ғой деп ойласаң, өте өкінішті болады ғой деп ойлаймын да. Марк Твен осыған байланысты былай айтқан екен: 20 years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did. Яғни осыдан кейін мен ойлаймын, ұят деген уже екінші орынға ығысады деп. Жалпы өмір өте қатал. Мынау ұялып жатыр екен, давай бұны аяйық демейді да ешкімші. Өмір өзі өте береді. Мысалы, ағылшын тілінде мен ағылшын тілін үйретемін, және көп студенттер маған ағылшынша сөйлеуге ұялам, қанша оқып жүрсем де деп айтып жатады. Сол кезде мен айтамын да, былай, негізі бұл сіздің үшінші тіліңіз ғой. Неужели үшінші тілде қателесуге болмайды? Қазақ тілін білесіз, орыс тілін білесіз, кейбір студенттер менде Қытай, түрік тілдерін де біліп жатады. Сонда да бұл өзіңізге мынандай зато деген нәрсені қосып алу керек сияқты да. Зато бұл менің үшінші тілім ғой. Неужели маған қателесуге болмайды? Адам өзі солай қате сөйлеп қана үйренеді ғой. Сондықтан менің ойымша өмір қатал, ұялып жүрген адам, қойшы мен сөйлемеймін, ұялам деп жүрген адам ағылшын тілінде ол дәл солай сөйлемей кетеді. Сол үшін мидың функциясын, установкасын ауыстыру арқылы ғана біз еркін сөйлеу деңгейіне жете аламыз. Жалпы ағылшын тілі дамуы сіз үшін қызық болса, міндетті түрде парақшама тіркеліп қойыңыз.